Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 21-ден 100-ге дейінгі сандар. Менің мектебім. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 21-ден 100-ге дейінгі сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйрену. Нөмірі 1 есеп. 2 қабаттан тұратын мектепте 30 кабинет бар. 10 кабинет 1 қабатта орналасқан. 2 қабатта неше кабинет бар? Балалар, бұл есеп не туралы? Есеп мектеп туралы, я? Біз нені білеміз? Мектепте барлығы 30 кабинет барын білеміз. Және мектеп 2 қабаттан тұратын білеміз. Тағы да бізге не белгілі? 1 қабатта 10 кабинет орналасқаны белгілі. Бұл есепте бізге нені табу керек? 2 қабатта неше кабинет бар екенін табуымыз керек, я? Біз осы сұраққа бірден жауап бере аламыз ба? Я, бірден жауап бере аламыз. Мына сызбаға қарайық. Бізде барлығы 30 кабинет бар екені белгілі. 1 қабатта 10 кабинет екені және 2 қабатта белгісіз. 2 қабатта неше кабинет бар екенін табу үшін не істейміз? Дұрыс. Азайтамыз, я? Яғни 30-дан 10-ды азайтамыз. Ең бірінші есептің шартын жазайық. 1 қабатта 10 кабинет бар, я? 2 қабатта білеміз ба, балалар? Білмейміз, я? Белгісіз. Бізге не белгілі? Барлығы мектепте 30 кабинет бар екені белгілі. Міне есептің шарты, бұл есептің шартында бізге не белгілі екен жаздық, және есептің сұрағы бар, сұрағы бар. Енді есептің шешуін жазайық. 30 азайту 10 тең болады 20. Және есептің жауабы болады, я? Жауабы 2 қабатта 20 кабинет бар. Бұл есептің жауабы. Ондықтарды тура және кері ретпен сана. Мына сандық сәулеге назар аударайық. Бізге 0-ден 100-ге дейінгі ондықтар берілген, я? Енді осы ондықтарды тура санайық. Міне байқап отырсыңдар, я? Мында жазылып тұр. Барлығы мынаның ара қашықтығында 10-ға артып отыр. Яғни 10-нан кейін тағы да 10-ға қосылып отырады. Сонда санайық. 1 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Енді бұл біз тура ретпен санадық. Енді кері ретпен. Кері ретте керісінше 10-ға азайып отырады. Кеміп отырады, я? Келесі 90-нан 10-ды азайтамын. 80, 80-нен 10-ды азайтамын. 70, 70-тен 10-ды азайтамын. 60. Ал санайық бірге. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Нөмірі 3 есеп. Сандардың моделін қарастыр. Сен 20-ға дейінгі 2 таңбалы сандарды және толық ондықтарды білесің. Енді қалған 2 таңбалы сандармен таныс бол. 20-ға дейінгі 2 таңбалы сандарды біз білеміз. Олар, мысалы, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осы сандар, я? 21-ден 100-ге дейінгі сандар. Яғни 21, 22, 23, 24, тағы сол сияқты кете береді, я?
Қазір бізге кесте берілген. Кестеде санның аталуы 23, 25, 43 сандары берілген. Бұл сандар бізде екі таңбалы сандар. Екі таңбалы сандар. Олар ондықтар мен бірліктерден тұрады. Яғни 23-те 2 ондық, 3 бірлік бар. Енді санның моделі дейді. Бізге дөңгелекшелер түрінде берілген. Яғни сары және көк дөңгелекшелер. Бірінші қатарда 10 сары дөңгелек, екінші қатарда 10 сары дөңгелек, үшінші қатарда көк 3 дөңгелек берілген. Енді қарақ. Бұл бірінші қатардағы 10 дөңгелек, ол бірінші бір ондық. Екінші қатардағы 2 ондық. Сонда бізде 2 ондық және көк түсті дөңгелек, ол 3-ке 3 бірлік. Сонда бұл 23 деген сан екенін көрсетіп тұр. Бұл модель. Түсінікті ғой? Міне бірінші қатарда 10 дөңгелек. Бұл 1 ондық. Екінші қатарда сары 2 ондық. Сонда 2 ондық, 3 бірлік, 23. Келесі 25. Ол 2 ондық, 5 бірліктен тұрады. Тағы дәл солай. Сары дөңгелекшелер 2, яғни 2 ондық, әр қатарда 10 сары дөңгелекшелер. 2 ондық, қанша бірлік? 5 бірлік. Көк 5 дөңгелекшелер. Сонда бізде 25 деген санның моделі осындай екен. 43. Ол 4 ондықтан 3 бірліктен тұрады. Енді қанша бізде ондық бар? 4 ондық, міне 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық. Яғни бұл жерде 40 деген сөз. Және неше бірлік бар? 3 бірлік бар. Сонда бізде 43 деген санның моделі көрсетілген екен. Нөмірі 4-ші есеп. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 сандарының көршілерін ата дейді. Ең алдымен балалар бірінші мына сандық сәулеге назар аударайық. Бірінші сыныптан бері білетін біздің сандық сәулеміз 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейді. 10-ға дейінгі сандық сәуле. Енді бірінші мына 5 санына назар аударайық. Біз білеміз, сандық сәуледе сандар рет-ретімен орналасады. Яғни бірден кейін міндетті түрде 2, кейін 3, 4, яғни 1, 3, 5 бола алмайды. Яғни кезек рет-ретімен тұрады сандар. Енді қарайық. Мына 5 санның көршілерін табуым керек. Яғни көршілер деген 5-тен кейін орналасқан және 5-ке дейін орналасқан. Немесе 5-нің алдында орналасқан, немесе 5-нің артында орналасқан сандарды табуымыз керек. Оны табу үшін не істеймін? Мына артында тұрған санды табу үшін мына 5-тен 1-ді азайтамын, ал 5-тен кейінгі санды табу үшін керісінше 1-ді қосамын. Яғни 5-тің алдында қандай сан тұр деп табу үшін мен 5-тен 1-ді азайтамын. 4 тұр. Дұрыс па? Міне 4 тұр. 5-тен кейінгі санды табу үшін оған 1-ді қосамын. Яғни 6. 6 тұр. 5-ке 1-ді қоссам 6. Бұл 5 санның көршілері. Біз көршілерін осылай табады екенбіз. Енді қазір біз мына берілген ондықтардың көршілерін табайық. Міне бізде біріншіде 50 санның көршісін көрсетіп тұр. Міне 50 санның, яғни 50-ден кейінгі 50-ге дейінгі санды табу керек. 50-дің артында тұрған санды табу үшін 50-ден 1-ді азайтамыз. Ал 50-ден кейінгі санды табу үшін оған 1-ді қосамыз. Сонда 50-дің алдында қандай сан тұрады? 50 алынған 1. 49. Бұл жерде 49 орналасқан екен. Енді 50-ге 1-ді қосамын. 51. Яғни 50-ден кейінгі бұл
51 сан екен. Енді 10 санның көршілерін табайық. Не істеймін? Мына артындағын табу үшін бірді азайтам, 10-нан кейінгі санды табу үшін бірді қосамын, не? 10-нан бірді азайтамын, 9, яғни 10-ның алдында 9 тұрады екен. Және 10-нан кейін 10-ға бірді қоссам 11, яғни 10-нан кейін 11 сан тұрады екен. Енді 20 санның көршілерін табайық. 20-ға дейін, яғни 20-ның алдында 19 екен. Бұл жерде 19 орналасқан. Ал 20-дан кейін табу үшін бірді қосамын, е? 20, 21. Енді қалған сандардың көршілерін сендер өз бетінше тауып көріңдер. Нөмірі 5-ші есеп. 3 фишка алып, онымен кестедегі кез келген сандарды жап, досың жасырылған сандарды атасын. Міне менде 3 фишка орналасып тұр. Осы фишканың астында қандай сан екенін табуымыз керек. Міне, мысалы, көк фишканы, ең бірінші көк фишканың астындағы санды табайық. Ол үшін не істеймін? Мына алдында тұрған сан және одан кейінгі сан бізге керек. Мына осы санға дейінгі тұрған сан табу үшін мен не істеймін? Бірді қосамын. Ал одан алдында тұрған саннан керісінше азайтамын. Яғни 27 қосу 1 тең болады 28. 29 алынған 1 тең болады 28. Фишканы ашып көрейік. Фишканы аштық. Фишканың астында шынымен де 28 орналасқан екен. Енді қызыл фишканың астындағы санды табайық. Оны табу үшін не істеймін? Тағы да алдында тұрған санға бірді қосамын. Одан кейінгі тұрған сандан бірді азайтамын. Яғни 54 қосу 1 тең 55. 56 алынған 1 тең 55. Бізде 55 деген сан шықты. Фишканы ашып қарайық. Шынымен де 55 тұр ма екен? Я, шынымен де бізде фишканың астында, қызыл фишканың астында 55 саны орналасқан. Енді күлгін түсті. Фишканың астындағы санды өз бетінше тауып көріңдер. Яғни оған дейінгі тұрған санға бірді қосамын, одан кейін тұрған саннан бірді азайтамын, е? Тағы да фишкаларды сандардың астына орналастырып, мысалы, мына қызыл фишканы мына жерге орналастырайық, көк фишканы мына жерге орналастырайық. Енді осы фишкалардың астындағы сандарды өз бетінше тауып көріңдер. Нөмір 6-ші есеп. Есепті шығар. 1-ші сыныпта 50 оқушы бар, ал 2-ші сыныпта оған қарағанда 20 оқушы кем. Мектепте қанша 2-ші сынып оқушысы бар? Балалар, мен сендерге мынандай сызба жасайын. Бұл бізде 1-ші сынып. Ал бұл жер 2-ші сынып болсын. 1-ші сыныпта қанша оқушы бар екен? 50 оқушы бар. Ал 2-ші сыныпта бізде белгілі ме қанша оқушы бар екені? Белгісіз. Бізге жазылып тұрған жоқ, иә? Мысалға 5 оқушы бар деп. Бізге белгісіз. Бізге не жазылып тұр? 20 оқушы кем дейді. Міне, кем деген сөз ол аз деген мағынаны білдіреді. Яғни 20 оқушыға аз. Енді бізге нені табу керек, балалар? 2-ші сыныпта қанша оқушы бар екен? Яғни мынаған қарағанда 20 оқушы аз. Кем десе, біз не істейміз, балалар? Бұл есептің шешуін
азайту арқылы табамыз, иә. Ал енді ең бірінші есептің шартын жазайық. Бірінші сыныпта қанша оқушы бар? 50 оқушы бар. Екінші сыныпта белгісіз, бірақ не белгілі? 20 оқушы кем екені белгілі. Енді есептің шешуін табайық. Азайту, яғни 50 азайту 20 тең болады 30. Жауабы. Мектепте екінші сынып оқушыларының саны 30. Енді осы есепке кері есеп құрастырып көріңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты және пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.